Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әлқиса әдеби сазды бағдарламасының бүгінгі қонағы Павлодар облыстық Иса Байзақов атындағы филармониясының әртісі, дәстүрлі әнші Гүлназ Қыздарбекова. Гүлназ, қош келдің. Қош көрдім. Ал Гүлназ, біздің Әлқиса бағдарламамыздың бүгінгі қонағы ретінде өзің келіп отырсың, уақытыңды бөліп, өзіңді біраздан бері білеміз. Осы қазақтың қасиетті қара домбырасын арқалап, талай жерлерге барып ән салып жүрсің, облысымыздың намысын қорғап жүрсің, республикалық конкурстарда қатысып. Енді бүгінгі біздің Әлқиса бағдарламасына өзінің енді репертуарындағы әндерінің қайсысын әкеп отырсың, кімнің әні, өзіңе қалай сол ән несімен ұнайды деген сияқты осындай бір тарихымен қысқаша сол айтып өтсең ән туралы. Қандай әнмен келіп отырсың? Әсет Найманбайұлының әні «Інжу маржан». Жалпы Әсет Найманбайұлы 1867 жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Қызыларай ауылында дүниеге келген екен. Кедей отбасынан шыққан. 14-15 жасынан бастап әншілік, сазгерлік, шығармашылық жолы басталады. 18 жасында айтыскер болған. Сол айтыскер кезінде көбі ақындар кедейлігін бетіне басқан екен. Ал енді «Інжу маржан» әнін алатын болсақ, бұл әннің екі түрі бар бізге жеткен. Бірінші түрі жаңағы ақын Ілияс Жансүгіров өте қатты сүйіп тыңдаған екен Әсеттің әндерін. Жаңағы бірінші түрін бізге жеткен, көбі білетін сөздерін барлығы өзі шығарып айтқан екен. Бірақ екінші түрінде көбінде жаңағы бұл ән махаббат лирикасында жазылған, қызға арналған ән. Бұл Әсет Найманбаевты енді біз білеміз, көрермендер де біледі. Мынау Әсет пен Кембірбайдың қоштасуы, керемет шығарылған ән, екеуінікін бір үлкен бір сондай тарихи сәт. Енді жаңа өзің айтып отырсың, Ілияс Жансүгіров сүйіп тыңдаған Әсетті деп. Мынау Мамания мектебі ашылған жылдары осы Әсет Найманбаевты да шақырулары тегін емес қой, бірақ ол кісі ол кезде бара алмай қалды. Ол шығармашылық қарым-қатынастары өте тығыз болған екен Әсет пен Ілияс Жансүгіровтың. Одан кейін жаңа өзің айттың, ақын болған деп. Ақындығымен көптеген айтыстары да бар бізге белгілі, Сәкен Сейфуллин, ұмытпасам 1925 жылы ғой деймін, осы Әсет Найманбаевтың бір жинағын шығарған деп естиміз. Біраз дастандары кірген, қиссалары, өзінің дастан қиссалары бар екен шығарған Әсет Найманбаевтың. Енді көрермендер көбінесе Әсетті әнші, композитор ретінде біледі. Бірақ енді жаңағы айтыскер екен, айтыскер ақын ретінде мүмкін осы бағдарламамыздан естуі мүмкін. Енді одан кейін тағы бір қара қисса дастандарды жазғандығы Әсет Найманбаевтың. Енді бұл негізі қалай болса да Әсет Найманбаев айтыскер ақын жағынан да барлық жағынан өнердің үлкен бір тау тұлға десек болады, керемет. Мынау «Інжу маржанды» әкеп отырмын деп отырсың ғой. «Інжу маржанда» бір әндердің ішіндегі бір «Інжу маржаны» ғой. Шоқтығы биігі. Өте көп ән жаңағы бізге Дәнеш Рақышев жеткізген 15 шақты ән. Дәнеш Рақышев айтылған кезде Әсет айтылады, Әсет айтылған кезде міндетті түрде Дәнеш Рақышев айтылады. Себебі көп әндерін бізге жеткізген осы Дәнеш Рақышев болғандығы. Бұл өкінішке орай енді Әсет Найманбаевқа туған жерден топырақ бұйырмай, сол Қытай жерінде сол жерде дүниеден өтті ғой, 1923 жылы Құлжа қаласында жаңағы Арафа деген кісінің үйінде жиын болады. Сол кезде ән шырқайын деп жатқан кезде, «Інжу маржан» шырқайын деп жатқан кезде, ол кісі ән айтардың алдында нашатыр иіскейді. Немесе ішет дейді, кейбіреу шайнайды дейді. Сол кезде өзінікі бітіп қалып, дейім жұрттан сұрайды, кімде бар деп. Сол кезде бір бақсы кісі менде бар деп өзінің түйіршіктерін жаңағы орамалға түйілген сұнады екен. Сөйтсе ол кісі кейбір деректі айтады, әдейі істеп өлтірді дейді, көре алмай, кейбір айтады да ол байқамай қалды деп. Сөйтсе нашатыр емес, ішінде алмас болған екен. Сөйтіп соны шайнап, екінші күні қайтыс болады екен. Енді осы Әсет атамыздың «Інжу маржанын» өзі көп әншілер бара қоймайды негізі бұл әнге. Бұл биіктікті қалайтын, сондай дауысты сұрайтын, сондай бір талғампаз ән ғой, талғампаздықпен келетін. Бұған да жүрек керек айтуға, «Інжу маржанды». Олай болса, Гүлназ, ұрыста тұрыс жоқ, сол «Інжу маржанға» шырқайық.
шаңқылдатып тұнықтан шыққан дауысым жүрегімнен күңіреніп желдей есіп сағынбасқа не жарарам. Інжу маржан секілдай, ал көрінген күркіңдай, гүлім айысып гүлі жайнап, бір көрінсең еркем-ай. Сейфілі мәлігі жамалдай, бейнетің көнсем-ай. Қозы көрпеш баяныдай, бір молады өлсем-ай. Сағындырған салсаң аңыратып орман тоғай өзендай жамыратып ерекем сен ай сағындым. Арқыратып ағызып ән өсерін мен жүректай жадыратып сағынбасқа не жарарам. Інжу маржан секілдай, ал көрінген күркіңдай, гүлім айысып гүлі жайнап, бір көрінсең еркем-ай. Сейфілі мәлігі жамалдай, бейнетің көнсем-ай. Қозы көрпеш баяныдай, бір молады Тоф, не деген керемет ән. Мынау өзі өз сөзінде айтып тұрғандай, әсеттей сал, ән салсан аңыратып, орман тоғай өзенді жамыратып дейді ғой. Бір сондай бір аспан мен жерді жамыратып, бір нөсерлетіп салған керемет ән, иірімдері қандай тура. Шіркін бір иіріміне ілестіріп, адамды бір үйіріп алып кетеді екен. Гүлназ, өзіңе көптен көп рахмет. Біздің бағдарламамызға келісім беріп, уақытыңды бөліп келгеніңе шығармашылық табыстар тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен Әлқисса әдеби сазды бағдарламасы өзінің соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ұлттың мәйегі дәстүрі мен өнерінде, дәстүріміз бен өнерімізді құрметтеп, қадірлеп жүрейік.